Сәлем баршаңызға, бүгін ерекше тағам жасаймыз. Орамаға өте ұқсас. Тағамның құрамы экранда көрсетілгендей, бір кішкене қасық дрожж саламыз. Ыдысымызға 2 кішкене қасық қант саламыз. Одан кейін бір кішкене қасық тұз саламыз. Одан соң 2 ас қасық су май құямыз. Және барлығын жақсылап араластырып, 1 стакан жылы су қосамыз. Содан соң крышкамен немесе тарелкамен бетін жауып, 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минуттан кейін біздің жаңағы дрожжымыз көтерілу керек. Міне көтерілді. Ары қарай 2 кружка ұнды қосып илейміз. 2 кружка ұнымыз 500 грамм ұнмен тең. Өлшепте салсаңыздар болады, және жақсылап илейміз. Достар, каналымызды қолдауларыңызды сұраймыз. Подписаться кнопкасын басып, поделиться кнопкасымен WhatsApp чаттардан бөліссеңіздер қуанып қаламыз. Ұнымызды илегеннен кейінгі соңғы қалыбында қолымызға ұн жабыспау керек. Сол кезде қамыр дайын болады. Қамырымызды илегеннен кейін 15 минутқа тұндырып, пакеттің ішіне салып, бөлек жерге алып қоямыз. Осылайша қамырымызды 15 минутқа тұндырып қойған уақытта жаңағы тұздығымызды, начинкамызды жасап бастаймыз. Бізге сиыр етінің 500 грамм фаршы қажет болады. Одан кейін 2 ірі жуа керек. Сол жуамызды тазалап, аршып, бірнеше бөлікке бөліп, одан кейін соңында кубик тәріздес етіп турап шығамыз. Жуаны барынша жіңішке етіп, барынша майдалап тураймыз. Жуамыздың өзінің соғы болғандықтан пашқа қосылып, өзінің согын бөледі, өзінің жаңағы дәмін береді. Сондықтан біздің жаңағы нанымыз өте дәмді болып шығады. Осылай қолмен кішкене жаңағы жуамызды езіп қолмен илеп жібереміз. 1 кішкене қасық тұз саламыз, және 1 кішкене қасық қара бұрыш қосамыз. Осылай езгілеу арқылы илейміз. Осы фаршымыз осылай илеген кезде біздің жуаларымыз кішкене езіледі, және өзінің соғы шығады. Осылай тұздығымызды дайындап болғаннан кейін қамырымыздың уақыты келді. Пакеттен шығарып, оқтаудың көмегімен жаямыз. Және ұн себуді ұмытпаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай, менде 2 кружка ұннан 2 күлше нан шықты. Кішкене көтерілді қамырымыз. Осылай тынып, көтеріліп, әдемі формаға келді. Осылай 500 грамм ұнымыз 2-ге бөлген кезде 250 граммнан 2 күлше қамыр шығады екен. Одан кейін сары майдың 100 граммын осылай микроволновкаға кішкене қыздырамыз, немесе газда жылыту арқылы майымызды ерітіп дайындап қоямыз. Себебі ол сары май осы қамырға жағылады. Осылай бірінші оқтаудың көмегімен, ұнның көмегімен бір келкі етіп, барынша жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырымыз жұқа болып жайылғаннан кейін, жаңағы ерітілген сары майдың жартысын осы бір қамырға саламыз, жартысын екінші күлше қамырға алып қоямыз. Осылай қолмен де жағып шықсаңыз болады, немесе қасықтың көмегімен бір келкі етіп жағып шықсаңыздар болады. Одан соң дайын болған тұздығымыз, яғни фаршымыз 2 бөлікке бөлеміз.
себебі бір бөлігін осы бір күлшеге саламыз, екінші бөлігін екінші күлше, екінші қамырға саламыз. Сондықтан алдын ала бөліп алған өте оңай және ыңғайлы. Осылай біркелкі етіп қолдың көмегімен жағып шығамыз. Одан кейін шетінен ширату арқылы ораймыз, яғни рулетик жасаймыз. Осылай оратып ширату арқылы бір-біріне жабыстырамыз қамырдың ең соңғы жағын. Ашылып кетпейтіндей етіп, жақсылап жабыстырамыз, одан кейін ораймыз. Яғни осы дайын болған орамның өзін тағы бір мәрте орап шығамыз. Видеодан қараңыздар. Және ұнды сепкен кезде ұнды өте көп себудің қажеті жоқ. Тек жаңағы қамырымызды біркелкі етіп жаюға ғана аз-аздан себуіңіз керек. Себебі осылай жабыстырған кезде қамырлар бір-біріне жабысу қажет. Өйткені ұн аз себілгеннен кейін мына қамыр бір-біріне қосылады. Және фарштың шығып қалады деген жерлерін қолмен бітеміз, жаңағы қысып біркелкі етіп ауыздарын жауып қоямыз. Одан кейін қолдың көмегімен формасын ретке келтіреміз. Бізге өте домалақ болып шыққан, әдемі болады және жақсы піседі. Одан кейін оқтаудың көмегімен тағы бір мәрте үстінен осылай жайып шығамыз қамырымызды. Бір-біріне жабысып, бір бүтін қамыр болып шығуы керек. Сондықтан қалыңдығы сіздерге айтайын, 1,5-2 см болып шығады. Содан кейін табанның ішіне фольга салып, фольгаға кішкене бір қасық су май құйып жағып жібересіз. Дағы осы дайын болған наныңызды саласыз. Бұл ораманан жаңағы дайын болды. Үстіне бір жұмыртқаның сарысын осылай жағып шықсаңыз әдемі болып піседі. Жалпы пісу уақыты 30-40 минут, градус 230-220, орташа қызуда өте керемет піседі және қамырымыз жақсы көтеріліп шығады. Және духовкаңызды алдын ала қыздырып алсаңыз өте ыңғайлы. Сіздермен болған Смағұлова еңлік, астарыңыз дәмді болсын. Бұл біздің 2 күлше жасалған орама нанымыз бізге 10 шақты адамға жетеді. Яғни 10 порция тамақ шығаруға болады. Көріп тұрғандарыңыздай өте сондай воздушный, слоеный болып шықты. Өте жұмсақ, өте жұқа және сондай дәмді болып шықты. Және бұл жерде жуаның рөлі керемет.